әріптестер, талантты және дарынды оқушыларды анықтау атты коучинг сессияға қош келдіңіздер. Ең бірінші мен сіздерді қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың «Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті, ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек» деп барлықтарыңызға осы асыл қасиеттерді сыйлаймын. Қазір бір-бірімізге қарап күлімдеп, осы жақсы асыл қасиеттерді сыйлайық. Қолыңызбен ұстасып алыңыз. Жылылығыңызды жіберіңіз. Рахмет. Енді құрметті әріптестер, бүгінгі топқа бөлу тәсілі бойынша 3 топқа бөлінейік. Мына жерден тиісті өздеріңізге ұнаған бүлкілтесіз. Олай болса, құрметті әріптестер, дарын тобы, талант тобы, қабілет тобы, көшбасшыларыңызды сайлап, және осы бір сөзбен осы сөздерге анықтама береміз. Қане қай топтайық? Дарын дегеніміз не? Дарын дегеніміз ол өз-өзін барлық жерде көрсете алатын, әр жерде көшбасшы бола алатын оқушыларымыз. Дарын. Қазір сенімді оқушы. Дарын. Белсенді оқушы, талантты оқушы. Талант дегеніміз. Жақсы. Талант дегеніміз бізде бұл белгілі бір салада. Соғын келіп отыр. Әлемді аузына қаратқан қазақстандық жас таланттар туралы бейнероликті көріп, видеода нені байқадық? Бірінші топ. Видеода жас талантты дарынды балалар. Тағы. Кімдерді байқадыңыздар? Қазақ балалары. Иә? Мысалы, Жансая Мәлік шахматшылардың дүние жүзіндегі ең жас гроссмейстер болған екен, 11 жасында. Соны байқадық. Мысалы, бізде Қазақстанда жас балалардың есепке жүйріктігін, есеп шығаруда. Жақсы. Тағы да атақты қандай қазақтың бір туар азаматтарын білесіздер, құрметті әріптестер? Жылдамырақ. Әлемді аузына қаратқан. Әнші, Димаш, жақсы. Тағы. Иә, тағы да. Қайталамайыз. Иә? Әлемді аузына қаратқан қазақстандық азаматтар көп қой? Головкин. Тағы да. Роза Рымбаева, Бибігүл Төлегенова, тағы да? Әміре Қашабаев, дұрыс айтасыздар, өте тамаша. Олай болса, мен сіздерге осы видеоға сүйене отырып, бірінші топқа постер жасауды ұсынамын, 2 минут. Бірінші топ, дарынды балалар қандай болу керек? Екінші топ, талантты балалар қандай болу керек? Үшінші топ, дарынды және талантты балаларды анықтау мақсатында не жасау керек мұғалім? 2 минуттық жұмыс. Қабілеттерін анықтаймыз. Жақсы, жарайсыздар. Әрбір қылды. Енді қазір барлығымыз қолымыздағы бағдаршам арқылы осы топтың жұмысын бағалап қояйық. Кәнекей, бірінші топты қалай бағалайсыздар? Бағдаршам арқылы. Өте жақсы. Өте жақсы. Жақсы. Екінші топты қалай бағалайсыздар? Екінші топтың шешімін. Жақсы. Сіз емес. Үшінші топтың шешімін 2 топ бағалаймыз. Өте жақсы. Рахмет сіздер. Дарынды және талантты оқушылармен жұмыс анықтау мақсатында сіздерге мен мына бір бейне көрсетілімді ұсынғым келді. Дарынды бала бұл белгілі бір салада жетістіктері айқын көрінетін, немесе сондай жетістіктер әлеуеті мол бала. Сергіту сәтімізді бастамас бұрын, мен сіздердің ойларыңыздағы дарындылықтарыңызды анықтау мақсатында Абайдың өлеңін оқуды ұсынамын. Қане дарын тобынан? Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді ұлысымнан, қолымды мезгілімнен кештермедім. Бұл мақрұм қалмағыма күн жазалы, қолымды дөп сөрмесем өстермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Баламды медресеге білдеп бердім, қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім. Өте жақсы. Енді екінші топ чапалағып қояйық. Енді екінші топтың
ұстаздары сіздерден мен осы өлеңді әнге қосып айтуды ұсынамын. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымда мезгілінен кештермедім. Жарайсыз, жақсы. Ал үшіншісі интеллектуалдық, яғни жалпы білімге құштар балалар, академиялық бір салаға ғана дарынды балаларға қатысты бұл. Психомоторлық дамыған, яғни спорттың барлық түріне, және әлеуметтік, көркем, яғни эстетикалық бағытта сурет салатын балалар болып, бөліс жетілуі, ұғымға тез әрі жылдам сөздік ассоциация жасай білуі, шешендік қабілеті дамыған, жылдам оқуы, мысалы, бастауыш сыныптарда бізде жылдам оқитын оқушылар бар, ерекше ойлау қабілеті, есте сақтаудың жоғарылығы, танымдық қажеттілігінің жан-жақтылығы, қайсарлық болады ол баланың мінез құлқында, тұлғалық құндылық жүйесінің кеңдігі, ойлауының тәуелсіздігі. Өз бетімен ойлай алатын креативті балаларды, ойлап жасайтын балаларды дарынды бала деп атаймыз. Жеке адамның психологиялық ерекшелігіне келетін болсақ, темпераменті, мінезі және қабілеті болады. Осы қабілеттің ішінен шеберлік, талант, данышпандық, шабыт, дарындылық. Бұның барлығы адам бойындағы қабілетке жатады екен. Қызығушылығы бойынша бағытпен жұмыс жасаймыз. Психикалық танымдық қасиеттері, оның зейіні, түйсігі, қабылдауы, есі, ойлауына байланысты. Қасиеті оқушының сезім ерігі болу керек. Оқушы өзінің жан жүрегімен қабылдау керек. Темпераменті, мінез құлық ерекшеліктері, яғни психологиялық сипаты, жеке оқушының мінезі, іс-әрекет мүмкіншілігі, жеке адамның қабілеті болады. Бұл осындай балаларды біз анықтау арқылы дарынды оқушы таңдап аламыз. Мектебімізде де дарынды оқушылар көп. Мысалы, Мәлікхан Нұрасыл 3-ші сыныбы көрдіңіздер. Тәуелсіздік күні батырлар жырын. Ағекеміз облыстық мәнерлеп оқу байқауының жеңімпазы. Сол сияқты оқушылардың дарындылығын ашатын Уәлихан Нұрсұлтан әнге құмар мысал үшін ән байқауының жеңімпазы, аудандық байқаулардың. Бұл балалардың дарындылығын ашатын, яғни ең өзекті мұғалім және ата-ана болып табылады. Олай болса, құрметті әріптестер, сіздерге Вен диаграммасын жасауды ұсынамын. Дарынды және талантты балалардың ұқсастығы мен айырмашылығын ажыратып жазасыздар. Дарынды, мына жағына талантты. Екеуінің ортасындағы ұқсастығын жазасыздар. Дарынды және талантты оқушылардың ерекшеліктері мен ұқсастықтары. Дарынды оқушы күрделі мәселелерді шешеді, көшбасшы, әзілкеш, көпшіл, сенімді, белсенді, тың жаңалық идеяларды ашуға бейім болады және еш нәрседен қорықпайды. Талантты, шығармашылығы дамыған, бір оралға келгенде байланысты қабілетіндері болды өте сенімді. Ортақ қасиеттері екеуі де көпшіл, көшбасшылық қасиеттері бар және тәуелсіздік болады, белсенді және креативті ойлайды. Жақсы. Біздің жолымыз шешу бойынша дарынды бала ол жаңа жағдайға тез төселеді, өзіне жауапкершілікті алады, любой жерде, кез келген жерде өзін сенімді ұстайтын балалар деп білеміз, және өз бетінше жұмыс істейді, айтып кеттім жаңа, табанды болады, және ең бір керемет қасиет өзін бағалай біледі ол бала. Жақсы. Ал енді талантты балаларды айтатын болсақ, оларда өзіне сенімді, өзіне жауапкершілік алуға әрқашан дайын болады, белсенді болады, жеке тұлға ретінде қалыптасады ол, және басқа ата-анамен болсын, басқа оқушылармен болсын тез тіл табыса алады. Барлық жағдайда олар өз тобын немесе өзін алып шыға алады. Енді жалпы ұқсастығын айтатын болсақ, олар ерекше идеяларды табады, логикалық ойлау қабілеті өте жоғары, өз-өзіне сенімді болады және көшбасшылық. Дарынды және талантты балаларды, мысалы, бізде дарынды оқушыларда қандай қасиеттер бар? Олар әнге, спортқа, көркем еңбекке және де академиялық қырлық дейміз, академиялық жаңағыдай мықты және
интеллектуалды ойлау қабілеті өте жетік дамыған, және де креативті ойлай алады, және де ерекше идеялары бар, тәуекелге дайын, бұл дарынды оқушыларға қасиеттеріне жатқызды. Яғни талантты оқушылар, бұлар ойлау қабілеттері өте жоғары болып келеді, және жан-жақты ізденімпаз болып келеді. Бізде ұқсастықтарына келетін болсақ, бүгінгі коучингімізді қорытындылай келе мен сіздерге мынандай сұрақ бергім келіп отыр. Мұғалімдер оқушының дарындылығы мен таланттылығын қалай анықтайды екенбіз? Қандай әдістер арқылы анықтайды екенбіз? Кәнекей, бақылау арқылы, яғни психологиялық, мінез-құлқы тұрғысынан, және темперамент тұрғысынан, тағы да басқа бейімдік жағынан, кәнге құмарлық жағынан біз анықтай алады екенбіз. Енді осы дарынды көшбасшы балалардың, талантты балаларды біз сабақта тиімді қолдана білесіздер ме сабақта? Айтыңыз кішкенекей, ой бөлісейік. Осы балалар біздің барлық тапсырмаларды қалай орындайды? Жылда мысалы қайсы топқа болса да өз тобын алып шығады. Мысалы қандай жұмыстар жүргіземіз біз? Осы дарынды балалармен, талантты балалармен. Топтық жұмыстарды, мысалы сабақта сондай топтық, жеке жұмыстар жүргіземіз, бізде жаңағы олимпиадаларға қатыстыру, жаңағыдай ғылыми Ол балалар басқа балаға қарағанда барлық тыңғылықты, оған біз сенім артамыз. Бүгінгі коучинг өте жоғары деңгейде өтті, маған әрі түсінікті болды. Ең жақсы өтті, маған үш тобымыздың да Вен диаграммасы өте жақсы өтті деп айта аламын. Әр топ өзінің ойын жеке дамытты. Не жақсы өтпеді, мен өзімнің осы бүгінгі сабақта өзіміздің топқа келіп топтастыру әдісіне көңілім толмай қалды. Сіздерге мен кері байланыс берейін. Бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңіз туралы жазып өтіңіздер және айтасыздар жылдамы. Сабақ өте жақсы, жоғары деңгейде өтті. Жалын әпке, сізге үлкен рахмет. Бүгінгі сабақта дарынды және талантты оқушыларды анықтау мақсатында өткізілген тапсырмалар өз деңгейінде орындалды. Райхан, сұрақты оқып жауабын оқы. Өзіңіз сабақта нені қолдана аласыз? Бүгінгі коучинг сабақта өткізілген барлық жаңалықтарды, тапсырмаларды алдағы уақытта сабақта қолдана аламын. Жақсы.